Мен Қызылорда облысы Арал ауданы номер 23 орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Қабақова Гүлназ Байдосовна. Білімнен платформасы ұйымдастырылған жаңашыл ұстаз 2023 байқауының бірінші кезеңінен өтіп, екінші кезеңіне өзінің математика пәнінен 5-ші сыныпқа арналған ондық бөлшектерді натурал санға және ондық бөлшекке көбейту тақырыбы бойынша жұмысымды ұсынып отырмын. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және дамыту аталымы бойынша. Функционалдық сауаттылық менің бүгінгі сабағымның үйге берілген тапсырмада көрініс тапты. Онда әркім өзінің бөлмесінің көлемін табу арқылы сондағы оттек көлемін табуда көрініс тапты. Яғни ондық бөлшектерді ондық бөлшекке көбейту барысында, сосын жұптық жұмыс орындауда, қалыптастырушы бағалауда көрініс тапты осы функционалдық сауаттылық. Балалар бүгінгі сабаққа өте қызығушылықпен жақсы араласты. Сабақ ондық бөлшекті натурал санға және ондық бөлшекке көбейтуге есептер шығару. Алдымен үй тапсырмасын тексеріс берейік. Үй тапсырмасы номер 859 есеп оқулықтағы практикалық жұмыс көлемі 1 куб метр ауада 0,120 куб метр оттегі бар. Өз бөлменің ұзындығын ең биіктігін метр есебіне өлшеп, ондағы оттегінің көлемін тап деген есебінде. Кім жауап береді? Ақсұңқар. Әуелі бөлменің ұзындығын ең биіктігін метр есебімен айтып жібере ғой. Менің бөлменің ұзындығы 3 метр, биіктігі 2 метр, ал ені 3 метр. Бірінші не таптың? Бірінші көлемі тауып алдым. Көлемі таптың, көлемі қанша? Көлемі 18 метр. 18 метр куб. 18 куб метр. Қанша оттегі бар табу үшін 0,126-ны көбейтіп 18. 0,121-ді. 21-ді көбейтіп 18-ге. Тек шықты 3,78 метр квадрат куб. Оттегі бар. Жақайым? Менің бөлменің биіктігі 4 метр, ені 3 метр, ұзындығы 10 метр. Жақсы. Үшеуін көбейттім. Көлемі таптың. Енді оттегінің көлемін табу үшін шыққан санды 0,121-ге көбейтіп. Сонда қанша болды? 12,106. Тамаша. Олай ұсақ. Қалдар ары қарай жүрейік. Ары қарай тапсырма орындаушының да ойыңыздағы сұрақтарына жауап беріп жіберейік. 96 кекс бар. Бір кекстің салмағы 0,25 кг. Себеттегі барлық кекстің салмағы қанша? Біз бағаның үстіне цифрлар санынан көбірек санды жазамыз. Алдымен 6-ға көбейтеміз. Келесі 9-ға көбейтіп, нәтижені солға бір орын жылжытып жазамыз. Енді сандарды қосамыз. Ондық бөлшекте неше ондық таңба болса, көбейтіндіден оң жақтан соң жақ цифрды үтірмен ажыратамыз. Себеттегі барлық кекстің салмағы 5,128 кг. 2,15 кг тоқымайдан босап қайнату үшін қанша килограмм қан қосу керек? Бағаның үстіне цифрлар саны көбірек санды жазамыз. Көбейткіштердің екеуінде де неше ондық таңба болса, көбейтіндіде оң жақтан соң жақ цифрды үтірмен ажыратамыз. Жауабын жүздік көздерге дейін жуықтайық. 2,15 кг тоқымайдан босап қайнату үшін 3,113 кг қан қосу керек. 1,325-ті 5-ке көбейту үшін 5-ті 5-ке көбейтеміз, 25 шығады, 5-ін жазамыз, 2-сі ойда. 2-ні 5-ке көбейтеміз, 10 ойдағы 2-імізбен 12 болады, 2-сін жазамыз, 1 ойда. 3-ті 5-ке көбейтеміз, 15 шығады, ойдағы 1-імізбен 16 болады, 6-ны жазамыз, 1 ойда. 1-ді 5-ке көбейтсек те, соны ойдағы 1-мен қосқанда 6 шығады. Келесі. 7-ні 5-ке көбейтеміз. Оқы әуелі. 1,145-ті 7-ге көбейту үшін 7-ні 5-ке көбейтеміз, 35 шығады, 5-ін жазамыз, 3 ойда. 4-ті 7-ге көбейтсек
28'de 3'ke қосқанда бір жазылады, бірі ойда. 7-ні 1-ге көбейткенде 10 шығады, 7-ні 1-ге көбейткен 7, ойдағы 3-імізбен 10 шығады. Сонда қандай сан шықты оқы? 10,100-ден 15. Дұрыс па екен? Дұрыс, тамаша. Ары қарай. Айгенші орқа қандай сандарды көбейтеміз? 2,1000-нан 256-на көбейтеміз 0,123-ге. Енді бұларды көбейту үшін ең алдымен 2,1000-нан 256-на 3-ге көбейтіп шығамыз. Бірінші 6-ны 3-ге көбейтеміз, 6-ны 3-ге көбейткен кезде 18. Бірі ойда қалады. 5-ні 3-ге көбейткен кезде 15, ойдағымен 16 болады, 6 түседі, бірі ойда қалады. 2,6 ойдағымен 7 болады. Одан кейін 2 бізде 6 болады. Енді біз 2,1000-нан 256-на 2-ге көбейтеміз. 2-ге көбейткен кезде, 6-ны 2-ге көбейткен кезде 12. Бірі ойда қалады. 5 2 10, ойдағымен 11 болады. Бірі ойда қалады. 2-ні 2-ге көбейткен кезде 4, ойдағымен 5. Енді 2-ге 2-ні көбейткен кезде 4. Енді бұларды қосып шығамыз. Қосқан кезде 8 өзі түседі. 6-ға қосқан кезде 8. Одан кейін тағы 7-ге 1 қоссаң 8. 6-ға 5 қосқан 11. Бір ойда. 4-ге 5. Енді бұл жерде 0 болады. 0 түседі. Бұл жерде өткені бізде өтірден кейін, яғни бізде 5 сан бар. Бізде толық 51,888, бізде 5 сан. Соқтан да оның алдына үтір болғандықтан бізде ең алдымен 0 бүтін түседі. Көбейтіндіні оқи ғой. Шыққан көбейтінді де 0,100,000-нан 51,888. Ал, тексере ғой. Дұрыс па екен? Тамаша, жарайсың. Қол көтереміз. Нағылсын, жасқы шаш. Қосудың ережесі, азайтудың ережесін қайталадық па? Азайту? Енді жаңа қосуды азайту болып айтамыз. Көбейтудің ережесі. Ондық бөлшекті көбейту дерсіз. Таптық па? Ал бастаймыз. Және 3-ші топтаймыз ба? Сізді дейін 3-ші топтан? Ақсұлбардан басқа біз отыр. Нұрыс бар? Қақи қақпасын ауданын табу үшін 2116 шықты, дұрыс па? Браво. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Өлшем бірлігі? Жоғар өлшем бірлік жаз. Аудан болса метр бола ма? Жоғар. Аудан болса өлшем бірлік? Квадрат метр. 0,125-ті 3,8-ге көбейтеміз дейді. Цифры дұрыстап салу. 0,195 дұрыс па? Көбейткені? Шықты ма? Келе қош, 3 топ. Браво. Қанша килограмм май бар? 940 мың. Дұрыс. Бір жылдық өсімін табу үшін? Тамаша. Сонда болады? 987 мың. 987. Бір жылда 940 мың салғаныз, бір жылда қанша болады екен? 987. Жазып аламыз. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Барлығымыз бірігіп жұмыс жасадық,
Бұл жерде ондық бөлшекті ондық бөлшекке көбейту орындалды. Қарайсыздар, ары қарай жүреміз. Енді жұптық жұмыс. 847 есеп. Нұрислам, үшеуің бір жұп боласыңдар, қалған жұппен отырмыз ғой. Оқулықта 847 есепті ашамыз. 847 есепті ашамыз. Оқулықтағы кестені толтыр. Бізге аңы мәндері белгілі тұрма 0,1, бірінші қатарда аның квадратын тапсырып тұр, екінші қатарда аның кубын тапсырып. Алттан енді жүзбен жұмыс жасаймыз, кездесеміз. Олай болса, жұмыстарымды сағасының бағытымен ауыстырдық қой, олай болса тақтадағы дұрыс жауаппен тексереміз көршіміздің тапсырмасын. Білім шығына қай топ бірінші жетеді екен. Бірінші топ, мына бірінші топ тапсырмаларды орындаймыз, екінші топ тапсырмаларды орындаймыз, үшінші топ, қане кезектесіп біртіндеп. Бірінші, аяғы бірінші топтан кезектесіп шыға береміз, үш топтан тез тақтаға есептейміз. Топтан бір көшеге тапсырмаларды орындай бер. Сосын жазамыз. Тамаша, келесі. Тамаша, келесі жалғастыра береміз. Ашуақтан кейін келесі оқушы. Аяғынан кейін келесі оқушы. Қан жоқ орын салған шайқаймыз. Сонымен қалыптасушы бағалаумен тапсырмаларды орындаймыз. Сәйкестендір. Қай бөлім кімге тиесілі? Әсет, Марат, Дастан, үш оқушыға мына үш бөліктің қайсысы тиесілі? Ол үшін біз мына жердегі немесе лабораторияға қалыптасушы баға орысша болады. Мына жерде балалар, үш оқушы Әсет, Марат, Дастан берілген. Қай бөлім кімге тиесілі екенін табу үшін біз мына жерде ондық бөлшекті натуралсанға немесе ондық бөлшекті көбейтуді орында сәйкес жауабымен сәйкестендіреміз. Дескриптивті басшылыққа аламыз. Ал жұмыс жасаймыз сіздер. Балалар,